Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсел Алшораз қызы бүгінгі видеороликте қарапайым үй жағдайында жасалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пиццаны үй жағдайында жасалады деп ешкім айтып та білмеуі де мүмкін. Себебі дәмханаларда немесе сауда үйлерінде жеп жүрген пиццадан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Ең алдымен бір стақан ыстық суға жарты стақан салқын суды құйып, ашытқы саламыз. Ашытқы 3 шай қасық болады. Содан соң дәміне қарай тұз, қант саласыздар. Егер де тұзды көп салып жесеңіздер, қантты одан 2 есе салсаңыздар тепе-тең болады да, дәмі жап-жақсы болып тұрады. Содан соң бұның барлығын жақсылап сумен араластырып аламыз. Содан соң бетіне майлық немесе жылтыр қағаз жауып, күннің шұғыласына немесе жылы жерге қойып қоямыз 15-10 минутқа. Кемінде 10 минутқа қойсаңыздар жақсы көтеріліп тұрады. Яғни ашытқы бойындағы бүкіл өзінің ашуын осы суға жібереді. Ол менде міне 15 минут уақыт өтті, өзі осында көпіріп бастайды. Содан соң барып, осы 30 грамм сұйық майдың бүкілін бірге қосып жібермейсіздер. Көп болып кетуі де мүмкін. Егер де ұнмен қосып үйреп жатқан кезде сұйық майдың аздығы білінсе, онда қосып жіберулеріңізге болады. Мен осы жағына қатты мән беремін. Содан соң онда електен өткізіп қосқан жөн. Мен 450-500 граммдай ұн қосамын. Кәдімгі қамыры болғанша жақсылап илейміз. Барлығын бірге қосып жібермеңіздер. 3-4-ке бөліп немесе одан да ұзақ етіп бөліп қосып жіберсеңіздер жұп-жұмсақ болады. Барлығын бірге салсаңыздар қатты болып қалуы мүмкін. Бастапқыда осылай вилкамен немесе яғни шанышқы немесе винтиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Содан соң қолмен илейсіздер. Кәдімгідей қамыр илегенде. Негізі арнамызда осы нанның рецептісін қарасаңыздар, дәл осы рецептпен жасалынады. Пиццада, бургердің тестасында, яғни қамырыда, пиццаның қамырында мен барлық қамырларды осындай тестомен, осындай құраммен жасаймын. Сол үшін сіздерге де кеңес беремін осындай етіп жасап көруге. Егер де осы тестаны жасауға уақыттарыңыз болмаса, онда лавашты қолдансаңыздар да болады. Бірақ қолдан жасап, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен тазалықта жасағанға не жетсін. Лавашты сатып алғаннан кейін де оның өзінің ерекшеліктері, яғни бір минусы, бір плюсы болуы да әбден мүмкін. Сол үшін өздеріңіздің қолдарыңызбен жасап көруге кеңес беремін. Осылай міне жақсылап илеп, июі қанғанша илейміз, былайша айтқанда. Міне менде осындай жұп-жұмсақ теста, яғни қамыр пайда болды. Мен мұның бетін жауып, негізі жылтыр қағаз орағанмын, ол кадрға түспей қалған. Содан соң оны жылы жерге қойып қоямын. Салмасын қалағандарыңызша өзгертуге болады. Менде мұнда вареный колбаса, сыр, бір қызанақ және де бір тәтті бұрыш. Менде туралған колбасалар, яғни шұжықтар болғандықтан мен соларды пиццаға қосып жібергім келді. Содан соң мен бұларды кубик ретінде тураймын, немесе соломка етіп турауға да болады, ұзынша етіп, яғни видеода қарасаңыздар, 2 түрлі пішінде тураған болатынмын. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Бір пиццаға негізі тестамыздан осылай мөлшермен істеген пиццамыздың тестасынан 2 пицца шығады деп мен 100% сенімділікпен айта аламын. Себебі қанша рет жасағанмын өзім 2 тестамен. Осылайша ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Жаңа айтып кеткендей, салмасын қалағандарыңызша өзгертсеңіздер болады. Консервный банкадағы кукуруз, оливки, горох секілді заттарды қоссаңыздар да, тауық еті немесе қайнатылған ет болса да барлығын қоссаңыздар. Немесе кәдімгі морковче салаты бар ғой, сонда қосып жіберсеңіздер де өте керемет болып шығады. Өздеріңіздің үйлеріңізде бар заттармен жасап көруге тырысыңыздар. Алайда сырсыз пицца болмайды. Солай негізі сырды қоспай да жасап көруге болады пиццаларды. Алайда осындай созылыңқы болып шықпай қалады. Сол үшін де сыр қосуға кеңес етемін. Менде негізі өте қымбат сыр болатын. Негізі пиццаға арналған емес бұл сыр. Кәдімгі қонақтарға арналған сыр болатын. Сонда да мен қоса салдым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.
Және де достар, бір айта кететін жайт, біздің инста парақшамызға да тіркеліп қойыңыздар. Онда мен күнделікті рецепттермен, яғни жеңіл-желпі рецепттермен бөлісіп отырамын. Қапы қалып кетпеңіздер, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Содан соң рецепттердің мөлшерін білмесеңіздер, описаниеда, яғни төменгі жақта қалдырып қоямын. Ал инстаның аккаунттың аты болса, жоғарыда, видеоның жоғары жағында қарасаңыздар көрініп тұр. Тіпті бар ғой, шұжық қоспай, кәдімгі сыр мен қызанақ қосып, маргарита пиццасын жасасаңыздар да өте керемет болып шығады. Бірақ та шұжық қосып, және де тәтті бұрыш қосып жасасаңыздар, итальянский, яғни итальяндық пиццалардан айырмашылығы болмай қалады. Жасайтын табаларыңызды, яғни формасы міндетті түрде майлап алыңыздар. Майы аз болып қалса, онда қатып жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін майлап алыңыздар. Тестамызды екіге бөліп аламыз. Менде 1,5 сағат уақыт өтті. Тестамызды екіге бөліп алған соң, қатты үстіне оқтаумен басып жібермеңіздер, алақанмен, саусақтармен басып үлкен етеміз. Оны табамызға салып алып, бетін 5-10 минут жауып тұрсаңыздар, ол одан сайын ісініп, әдемі бола түседі. Жұп-жұмсақ болады. Содан соң, ол уақытта, 10-15 минут қойған уақытта біз өзіміздің тағы да салмамызды жасап аламыз. Яғни айтқанда, дәмдеуіш құралдарын жасап аламыз. Мен томат пастасы мен майонезді қолдандым. Три желания майонезі мен кәдімгі томат пастасы. Екеуін қосқаннан кейін, міндетті түрде тестаны бетіне жаққаннан кейін, шанышқымен бүкіл жерін тесіп шығасыздар. Мен тесуді ұмытып кеткен болатынмын, бірақ сіздер тесіп шығыңыздар. Сонда арасының барлығы әдемі болып, ауа кіріп, кәдімгі күшті болып піседі. Ал сіздер солай жасап көріңіздер. Тестамыз осылай көпсіп, әдемі болып тұрады. 5-10 минут қоя тұрсаңыздар. Содан соң 2 шай қасық томатпен жаңағы салма, яғни сұйық ингредиенттер, ол міндетті түрде бір тестаға жетеді. Егер де сіздерде осындай щетка болса, сонымен міндетті түрде бір келкетіп жағып шығыңыздар. Не щетка болмаса, ал онда қасықпен жақсаңыздар да өте әдемі болады. Содан соң міндетті түрде шанышқымен тесіп шығыңыздар. Арасы піспей қалып, сондай жағдай болмасы үшін тесіп шығыңыздар. Содан соң
сырды қалағандарыңызша қосасыздар. Бетіне салмасын жаңа айтып кеткендей өз қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады. Міне менде осындай тәбет ашарлық тәп-тәтті әп-әдемі керемет болып 2 пицца шыққан болатын. Мен мұны түскі астың уақытында жасасам, тіпті өзіме бір ғана тілімін қалдырып, қалған барлығын отбасым жеп қойыпты. Өте керемет болып шыққан. Енді тіпті ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге 100 емес 200% сенімділікпен айта аламын. Қарап тұрсаңыздар, сондай созылыңқы, тіпті керемет болып шыққан. Сіздермен болған Әсел Алшоразқызы. Видео ұнаса тәкеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, рецепт кәделеріңізге жарасын.